Жетісу облысында 22 блокты модульді кешен іске қосылып, халық игілігі үшін жұмыс істеуде. Сонымен бірге дәрігерлік амбулатория мен өзге де нысандардың бой көтеруімен аймақтағы медициналық қиындықтар шешімін тауып келеді. Бұдан бөлек кадр тапшылығын шешу үшін де қазіргі уақытта бірқатар жұмыстар атқарылған. Небәрі 3 айдың ішінде толық құрылыс аяқталып, пайдалануға берілетін блокты модульді кешендер қазір Жетісу облысында қарқынды дамуда. Ең алғаш коронавирус кезінде тұрғызылған нысандар қазір көптің ем алу үшін келетін орнына айналған. Жоспарланған 27 нысанның 22-сі бүгінде іске қосылған. Сонымен бірге кадр тапшылығын шешу үшін білім мен біліктілігі жоғары мамандарды даярлау және сырттан тарту жағы қазір пысықталып жөнге қойылған. Облыс бойынша бүгінде 186 дәрігер жетіспейді екен. Дәрігерлік кадр тапшылығын нығайту мақсатында 2023 жылға дәрігерлердің біліктілігін арттыруға жергілікті бюджет қаражатынан 85 миллион теңге бөлінді. Жыл басынан бері 614 медициналық қызметкер біліктілігін арттырды. Облыстағы техникалық базаны күшейту үшін 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Оған 15 медициналық техника мен жаңа туған нәрестелер үшін өкпені инвазивті емес желдету жүйесі аппараты сатып алынған. Бұдан бөлек кардио және онкологиялық орталықтың да жұмысы қызу жүруде. Пулма пару сердца деген болды. Мен Ташкентке де бардым, Алматыға да бардым. Қытайдың бер жағынан несі бар, соған да бардым. Оны бәріне сенбей осы жерге жасаттым. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының келер жылға да жоспары жетерлік. Науқастарға дер кезінде көмек көрсету үшін тағы да 59 нысан бой көтеретін болады. Атап айтар болсақ, 8 ауданда 5 дәрігерлік амбулатория, 39 фельдшерлік акушерлік пункт, 5 медициналық пункт және де 250 орындық емхананы салуда көзделген. Сонымен бірге білікті мамандарды тарту мәселесі де ары қарай жалғаса бермек. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.